Желтоқсан әубастан қазақ үшін қастерлі ай. Осыдан 95 жыл бұрын, осы желтоқсан айында Алашорда автономиясы құрылса, 1986 жылы қазақ жастары қылышынан қан тамған кеңестің өктемдігіне қарсы шықты. Осы желтоқсанда 1991 жылы ата-бабамыз сан ғасыр армандаған тәуелсіздікке қол жетті. Бұл туралы бүгін қаламыздағы іргелі оқу орындарының бірі Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен Дана тарихи танымдық журналының тұсаукесерінде айтылды. Аталмыш журналдың осы желтоқсан айында шығуының да зор мәні бар. Желтоқсан айына байланысты неге журнал шықты? Журналдың шығу басты себебі де осы желтоқсан айының қасиеттілігін қазаққа қондыру, түсіндіру. Екіншіден, бұл журналды шығару деген ой неге келді, неден туындап, бұның алға қойған мақсаты не деген кезде біздер тағы да тарихымызға келіп үңілеміз. Қазақта бар, жан азығы, тән азығы деген бар. Сіздер қазір жан азығын жинап жүрген кезеңдесіздер. Сіздер нағыз білім алып жатқан кезеңдесіздер. Сіздер осы кезде алған білген жинақтаған бүкіл багаждарыңызды өмір бойы пайдаланасыздар. Сондықтан да біздердің мына сіздердің оқу орындарыңызға келіп бұның таныстырылымын жасауымыздың да басты себебі осы журналдың мақсатын бірінші сіздер түсінсе екен деп есептедім. Содан кейін сіздер түсінгеннен кейін сіздер бұл оқу орнының қабырғасынан өскеннен кейін әбден қалыптасқан кезде жақсы азамат болса екен деген ниетпенен біз сіздерге ең алғаш рет келіп отырмыз. Тұсаукесерді жүргізген тарих ғылымдарының докторы профессор Әбілсейіт Мұхтар журналда жарияланған материалдар туралы студенттерге кеңінен мағлұмат берді. Жолда әнес деген ағаларыңыз 20-ға толмаған жігіт қазақ халқын қорғаушылар одағын құрып отыр. Осы біз отырған университетімізде оқып жүрген дәріс алды. Осында жүріп қолға түсті. Халық жауы болып жазаланды. Сонда бұл жігіттен тергеушілер сұрайды, сіздің мақсатыңыз не деп? Менің мақсатым елдегі болып жатқан келеңсіздіктерді айту, қазақ халқын құтқару дейді. Журналмен танысқан жастар мұндай басылымның өздері үшін пайдалы екенін, алдағы уақыттарда журнал бетін көбейтіп, жастарға да арнайы бет берілсе деген тілектерін жеткізді. Өз басым Дана Қазақстан атты журналды оқып шыққан уақытта жаңа тарихи деректерге қанық болдым. Соның ішіндегі Ғұбайдолла Анес секілді, Жаһанша Досмұхамедов және өзіміздің осы киелі де қасиетті білім ордамызға еңбек сіңірген ұстаздарымызды оқу біз үшін үлкен бір ғанибет. Журналда Жаһанша ағамыз жайында үлкен мәліметтер берілген. Мысалы, ол кісінің Оралдағы әскери училищеде би үйірмесіне, драма үйірмесіне қатысқандығы, жәті жақсы билеп үйренгендігі жайында берілген. Жәті ол кісінің жолдасы Ольга апамыз жайында үлкен мәліметтер берілген. Құнды. Мысалы, Ольга апамыз мұсылман дінін қабылдаған. Жәті өле-өлгенше Жаһанша ағамыздың туыстарымен бірге болғандығы жайында. Жәті бұлай да таныстым. Бұл журналда жаңа айтып отырған Қазақ халқын қорғаушылар ұйымы. Бұл ұйымның құрамында 14 жас балан болғандығы, олардың 17-23 жас аралығында. Жәті бұл жігіттердің жалпақта өнеріне шыққандығын бірі білсе, бірі білмейді. Ол менің туып өскен өнерім болатын. Дана журналы алдағы жылдың қаңтар айынан бастап айына бір мәрте тұрақты шығып тұрмақ. Аталмыш журналдың бас редакторы Қазбек Құттымұратұлының айтуынша, басылым беттері әлде көбейіп, жастар шығармаларына да кеңінен орын берілмек. Алдағы сандарымызда жастар мәселесіне, жаңағы бір інішегімнің айтқан жастардың шығармашылығына да көбірек орын бермекпіз. Соның ішінде ұлттық салт дәстүрлерді насихаттап, өздері қолданып жүрген жас өкілдерге көбірек орын береміз. Жалпы өңіріміздегі, тек қана өңіріміздегі емес, жалпы еліміздегі озық ойлы жастар өкілдеріне, соның ішінде бүкіл әлемнің әр шетінде жүрген қазақтармен байланыс жасағымыз келеді. Ол жөнінде де біздің тұрақты айдарларымыз болады. Содан кейін Махаббат аралы деген осы жерде Жаһанша Досмұхамедов атамыздың махаббаты туралы топтама мақала болды. Осы бағыттағы айдарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Сондай-ақ жиында студенттер тарапынан сауалдар қойылып, жауаптар берілді. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Қалитов, Экспресс ақпарат орталығы.